Енді жаңағы қызға көйлек кигізейік. Ол үшін бірінші Pinterest'қа кіріп, көйлек таңдап алайық. Жазамыз красивое женское платье. Шығарып береді бізге. Біріншісін ала салайық. Үстінен басамызды, 3 нүктеге басып, скачать изображение деп басамыз. Так, фотомыз галерея сақталды. Енді Gemini'ға кіреміз. Плюсикті басып, загрузить файлы. Жаңа галереядан таңдаған көйлегімізбен бұна қызды таңдаймыз. Так, екеуін де таңдадық. Енді өз сөзімізбен жазамыз. Надень это платье на девушку, не меняя ее внешность. Обязательно қосу керек. Генерация жасап, жаңа қызға ақ көйлекті кигізіп қойды.